Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге адамға пайдалы, кальцийге мол холодец тағамын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай сиырдың сирақтары қажет болады. Мен осыны жақсылап жуып алдым. Тағы да осындай бір артық жерлері болса жақсылап кесіп тазалап алыңыздар. Мен осы сирақтың бәрін жасайтын болғандықтан үлкен қазан алдым. Сирақтарға қосып тауық етін, сиыр етін, жылқы етін қоссаңыз да болады. Енді отты барынша шығарып, қайнағанша күтеміз. Одан соң міндетті түрде осылай қайнағаннан кейін көбіктерін алып тастаңыздар. Осылай 5-10 минут қайнатыңыздар. Одан соң осылай сүзекімен барлық сирақтарымызды алып тастаймыз. Мінекей барлық сирақтарымызды алып тастадық. Енді қазандағы суымызды төгіп тастаймыз. Екінші рет су құюымның себебі сирақтарымыз көп қайнайтын болғандықтан холодесіміз ащы болып кетуі мүмкін. Сол үшін бір қайнатып алғандарыңыз жөн. Осы менің каналымда керемет оңай жасалатын тағамдардың рецепт түрлері бар. Каналыма кіріп, тіркеліп алсаңдар болады. Мен бір қасық тұз салдым. Сіздер де дәміне қарай тұздарын салыңыздар. Одан соң пияз, сәбіз, бар болса асқабақ салыңыздар. Дәмі керемет болып шығады. Одан соң чеснок пен қалауыңызша ащы бұрыш салсаңыздар да болады. Мына жерде сорпаға менің сәбіздерім батпағандықтан үстіне қайнаған су құйдым. Сорпасы қайнаған кезде көбіктері шығады, міндетті түрде алып тастаңыздар. Енді холодесті 4-5 сағат көлемінде қайнатамыз. Мінекей сирақтарымыз да пісті, сүйектерінен ажырап, керемет болып шықты. Етіміздің бәрін осылай сүзекімен сүзіп аламыз. Мен осылай сәбізбен асқабақты вилкамен осылай езіп шығып, сорпасына салып жібердім. Осы кезде дәмін көрсеңіздер болады. Тұзы аз болса, тұз салыңыздар. Енді барлық етімізді осылай майдалап турап шығамыз. Ет тартқыштан өткізудің қажеті жоқ. Өзі ерекше болып, осылай туралғандықтан дәмі керемет болып шығады. Сорпамызға барлық етті салып, жақсылап араластырып, жарты сағат қайнатамыз. Мінекей жарты сағат қайнады. Осындай сұйықтықта болса болады. Холодесіміз енді дайын. Холодесті құятын ыдыстарға ішіне бір лавр жапырағын салып, осылай холодесті араластырып құйыңыздар. Осылай беттерін тегістеп, енді холодильникке қойсаңыздар болады. Егер рецепт ұнаса, комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей 2 сағат тұрды холодильникте. Холодесіміз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.